Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Нурик. Бүгін бізде 2002 жылы шыққан Власт огня киносына шолу жасайтын боламыз. Видео басталмас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып қолдап жіберсеңіздер. Лондон метросында кездейсоқ ашылған құпия қуыстан айдағарлар шығып, бірнеше жылдың ішінде өркениетті күл талқан етеді. Қалғандар қирандылар арасында паналап, әр күн үшін күреседі. Енді олардың алдында таңдау тұр: жасырынып қалу, немесе апаттың қайнар көзін жою жолын табу. 12 жастағы Куин анасы Кареннің жұмыс істейтін Лондон метро станциясына барады. Ол жаман жаңалық әкеледі, емтиханнан өте алмай, шәкіртақысын жоғалтты. Қапаланып, Карен оларға ақша жоқ екенін еске салады. Сондықтан ол мектепті жалғастыра алмауы мүмкін дейді. Сол кезде бір жұмысшы шұғыл хабармен келеді. Қазу барысында олар үлкен үңгірді тапқан. Мұндай үңгір болмауы керек еді. Қызығып, Куин құпия қуысқа сырғып түседі. Кенеттен еденнен жалын шықты. Қорыққан Куин үңгір қабырғалары қатты дірілдеп тұрғанын көреді. Ол үлкен бір нәрсенің сонда жасырынғанын түсінеді. Келесі сәтте белгісіз жаратылыс оның бетіне жалын шашады. Қорқып, Куин анасына қайта жүгіріп шығады. Карен ұлының бетін қараңғылық басқанын көріп, үрейленеді. Ол оның көзін жуып жатыр. Бірақ Куин не айтқысы келгенін тыңдай алмайды. Жұмысшылар үңгірде бір жаман нәрсе болып жатқанын байқайды. Күтпеген жерден бүкіл станция дірілдей бастайды. Туннелден тозақтың оты шашырайды. Карен Куинді қауіпсіз жерге алып кетуге тырысады. Лифтпен көтерілгенде Куин көрген қорқынышты жаратылыс туралы айтуға тырысады. Сол кезде барлық адамның ең қорқынышты арманы орындалады. Алып айдағар пайда болып, лифт шахтасын сындырады. Карен ауыр бас жарақатын алып, сол сәтте қайтыс болады. Олар кездескен айдағарлар жер асты панасынан шыққан көптеген айдағарлардың бірі ғана. Бұрын миф деп есептелген айдағарлар шын мәнінде өмір сүреді. Олар ежелде динозаврларды жойып, кейін ұйқыға кеткен. Адамзат оларды жоя алмады. Керісінше, айдағарлар саны көбейіп, жерді басып алды. 2010 жылы адамдар ядролық қару қолдануға тырысса да, бұл адамзаттың құлдырауын жылдамдатты. 2020 жылы жер құлдырап, бірнеше аман қалғандар орта ғасырдағыдай өмір сүреді. Қазіргі заманның көп игіліктерінен айырылған. Тіпті айдағарлар да тамақ тапшылығынан қиналады. Қазір Куин Шотланд шекарасы маңындағы тастақ Англиядағы ескі қамалда бірнеше аман қалғандарды басқарады. Олардың стратегиясы қарапайым: айдағарлармен тікелей қақтығысты болдырмай тірі қалу. Топ Куинді көшбасшы ретінде құрметтейді. Бірақ айдағарлар мекендейтін әлемде тірі қалу өте қиын. Тамақ азайып барады. Шиеленіс күшейіп, көтеріліс күшіледі. Қамал тұрғындарының бірі Эдди бір топ адамдарды жинап, дақылдарды ерте жиналуды ұсынады. Себебі аштық төзгісіз. Куин бұл туралы біліп тоқтатады. Егер олар қазір жинаса, келесі жылы себуге тұқым болмайды деп түсіндіреді. Эдди аштықтан бүгін тамақтанбаса, келесі жылға жетпейміз деп ақталды. Ол 2 жыл бұрын басқа аман қалғандармен байланыс үзілгенін еске салады. Және олар жалғыз қалған болулары мүмкін дейді. Куин үмітін үзбеуге шақырады. Бірақ Эдди Куиннің ережелерін бұзғысы келеді. Дегенмен, Куин қатал тұрып, ешкімді қамалдан шығармай, көлік кілттерін алып қояды. Шиеленіс жоғарылайды. Сол кезде Куиннің ең жақын досы Криди араласады. Эдди, біз қауымдастықпыз, түрме емеспіз дейді. Криди салқынқандылықпен кім қалғысы келмесе кетуге ерікті, бірақ қайтып орала алмайды деп жауап береді. Ойлап, Эдди топта қалуға шешім қабылдайды. Кейін Куин мен Криди қамалдағы балаларға шағын қойылым көрсетеді. Иықтар алдында Куин балаларға айдағарды кездестірген жағдайда сақталуға арналған арнайы дұға үйретеді. Ол Құдайға өтініш емес, ереже тәрізді. Сол түні Эдди жасырын көлік кілттерін ұрлап, досы Майклды оятады. Ол Майклдың әйелінен ешкімге айтпауын өтінеді. Жақында бірнеше адам қосылып, ұрланған көлікпен үнсіз қамалдан шығады. Сәл кейін Куин желдің дауысын естіп оянады. Дәлізде қорыққан Лиам есімді бала тауып, дыбыс айдағар дыбысы ма деп сұрайды. Куин оны жұбатуға тырысып, бөлмесіне апарады. Ал Берлоу құс дауысына оянып, ал Эдди мен тобы қызанақ жинап жатыр. Кенет Берлоу аспанда бір нәрсені байқап, дабыл қағады. Қауіп туралы естіген Майклдың қорқақ әйелі Куинге шындықты айтуға шешім қабылдайды. Етекте Эдди айдағарлар от шашып, топты шабуылдап жатқанын көреді. Қорқып, отбасын құтқаруға жүгіріп, Майклды күйген бетімен табады. Қашу кезінде серіктерін жоғалтады. Аман қалғандар өртеніп жатқан егістік ортасында тұрып қалады. Соңғы сәтте Куин мен Криди оларды құтқаруға келеді. Эддидің ұлы Девон олардың көлігіндегі қаруды басқарады. Бірақ айдағар жолды жауып, от шашқанда кедей Девон қаза табады. Қамалға оралғанда Куин Эддиді жазаламайтынын шешеді. Өйткені ол өзінің ұлын ғана жоғалтты. Алайда жағдай күрделене түседі. Шабуыл кезінде барлық дақыл жойылып кетеді. Кридимен сөйлескенде, Куин олар келесі жылға дейін
аман қалмауы мүмкін екенін мойындайды. Тіпті күн сайын тірі қалғым келетін деген ойының дұрыс болғанын да ойлайды. Дегенмен ол үмітін үзбейді. Және керемет нәрсе болуы мүмкін деген үмітке тұрады. Келесі күні Адж деген адам радиодан дауыс естіп, Берлоуға хабарлайды. Берлоу қамалға жақындап келе жатқан танктарды байқап, дереу дабыл қағады. Барлық тұрғындар өздерін қорғауға қару алады. Берлоу оқ дәрілерін санайды, бірақ олар таусылып қалуға жақын. Криди бұл тағы бір қарақшылар тобы деп ойлайды. Бірақ жер бетінде адам қалғанына шын жүректен қуанады. Алайда көліктер тоқтағанда Криди пікірін тез өзгертеді. Бұл америкалықтар ол ойынша айдағарлардан да нашарлар. Танкінің ішінде лидер Ван Зан шығып, қауым басшысымен кездескісі келеді. Куин төмен түсіп, оны қарсы алады. Ван Зан Кентуккиден шақ жөндеп ұшып келгендерін, бірақ Манчестерде төтенше қонуға мәжбүр болғанын түсіндіреді. Олар қазір мұнда және түнгі қонуға орын керек дейді. Куин ұшақ туралы әңгімені сенбейді. Өйткені аспан кеңістігі давно айдағарларға тиесілі. Бірақ Ван Зан күмәндерді жоққа шығарады. Өзі айдағар аулаушы екенін, олардың ең үлкен әлсіздігін тапқанын айтады. Айдағарлардың күндізде, түнде де көру қабілеті тамаша, бірақ таңертеңгі және кешкі жарықта көздері бұлыңғырлап, дұрыс көре алмайды. Дәлел ретінде ол айдағар тісін көрсетеді. Үлкен жеңісінің белгісі. Куин америкалықтарға сенбейді. Бірақ олардың көліктеріне қамал аумағына кіруге рұқсат береді. Криди Куиннің шешіміне алаңдайды. Ван Занның сөздеріне сенбейді және оны қапалған теңізші деп атайды. Криди Куинге армия айдағарлармен күрескенін еске салады. Бірақ сол кезде көптеген адамдар да қаза тапқанын айтады. Олардың дауы Ван Занның тікұшағы үстінен ұшып өтуімен үзіліп қалады. Содан кейін Ван Зан оларға Алекс деген әйел ұшқышты таныстырады. Алекс өзінің командасын архангелдер деп атайды. Себебі олар парашютсіз тікұшақтан секіріп, торлар лақтырып, нысандарын ұстауға тырысады. Көпшілігі бұл әрекеттен аман қалмайды. Криди бұл ойды бала ойыны деп санайды және айдағарды торға түсіру идеясына күледі. Алекс оның қарым-қатынасына көңілі толмайды. Куин Кридиға сақ болу керектігін айтады және қауіпсіздікті күшейтуге шақырады. Балаларды баспанға жібереді, бірақ америкалықтарға толық сенбейді. Сол түні Алекс пен Куин асханада кездейсоқ кездеседі. Алекс Куиннің жанында жүрген баланың оның ұлы ма деп сұрайды. Бірақ көшбасшы оның аты Джаред екенін, 3 жасынан бері бірге екенін түсіндіреді. Куин мен Криди оны ауылда анасын оятуға тырысқан жерінен тапқан. Куин оны қалдыра алмапты. Алекс оның бұл шешіміне таң қалады. Көп адамдар өздерін ғана ойлар еді, өзгелердің баласын емес. Кенет Куин Алексқа не үшін келгендерін сұрайды. Бірақ Алекс барлық сұрақтарды Ван Занға бағыттауды өтінеді. Сол мезетте Берлоу айдағарды қайта көріп, дабылды қайта қосады. Ван Занның командасы тамаша тәртіпте әрекет етеді. Дабылмен тікұшақтар көтеріледі, жүк көліктері жолға шығады. Ал 3 мотоциклші жерде 3 бұрыш жасап, айдағарды қоршауға тырысады. Бұл жолы Альварес, Архангел. Ол парашютсіз тікұшақтан секіруі керек. Айдағарды алаңдату үшін ол тікұшақты қуып келеді. Бірақ Ван Зан үшін 3-ші қоршау нүктесі әлі орнатылмағаны алаңдатады. Куин бинокльмен қамал үстінен ұшып келе жатқан айдағарды байқайды және мотоциклші жолға көтеріліп бара жатқанын көреді. Осы уақытта Адж Ван Зан мен әскерлердің әңгімесін тыңдап, 3-ші нүкте болмаса, айдағардың орнын дәл таба алмайтынын Куинге хабарлайды. Куин атқа мініп, сол жаққа қарай кетеді. Сонда 3-ші белгі орнатуы керек мотоциклші апатқа ұшырағанын табады. Куин белгіні тауып қосады. Осылайша Алекс айдағар қайда екенін анықтайды. Ол тікұшақтың артында және шабуылдауда. Альварес ауаға секіреді. Оны 2 команда мүшесі қуады. Алекс радио арқылы оларды басқарады. Айдағар Альварезді қуып жетеді. Қалған жауынгерлер айдағарға тор лақтырады. Алайда айдағар тез босап шығып, жауынгерлерді қуып жетеді. Қалың бұлттың ішінде олар ештеңе көре алмайды. Альварез айдағарды тек басында көргенде ғана байқайды. Айдағар оны отпен жеп, Альварез құлайды. Қамал үстіндегі төбеден Куин мотоциклшіге қосқыш арқылы Ван Занға хабар береді. Енді жоспар іске қосылады. Жоспар бойынша Куин атты мінген күйі айдағардың назарын аударып, оны Ван Занға қарай тартуы керек. Ат төбеден жүгіріп түсіп келе жатады. Ван Зан сол жаққа зымыран атқарады. Куин тез бағыт өзгертіп, зымыран өзінен кейін ұшып келе жатқан айдағарды дәлдікпен атып түсіреді. Айдағар қамал ауласына құламас бұрын соңғы жалын шашады. Командир Ван Зан айдағардың басына келіп, бір тісін жұлып алып, естелікке сақтайды. Сол түні қамал қуанышқа толады. Барлығы айдағарды жеңгенін тойлайды. Алайда Ван Зан көзінен жас алып келіп,
тойлаудың қажеті жоқ дейді. 3 сарбаз бір айдағарды өлтіру үшін өмірін құрбан етті. Осы қарқынмен адамзат айдағарлардан да жылдам жойылып кетеді. Куин Ван Занның пікіріне толық келіседі. Ол құрбан болған архангелдердің жаназасына барады да америкалықтарға неге олардың жеріне келгенін тағы сұрайды. Соңында Ван Зан шындықты ашуға шешім қабылдайды. Ол Куинді Алексқа апарады. Алекс 200-ден астам айдағарды өлтіргендерін айтады. Олардың барлығы ұрғашы. Олардың зерттеулері көрсеткендей, тек бір еркек айдағар ғана бар. Ол барлық қалған айдағарлардың атасы. Егер осы бір еркек айдағарды өлтірсе, айдағарлар өздігінен жойылып кетеді. Ван Зан мен Алекс осы еркек айдағардың Лондонда екенін анықтайды. Сондықтан Ван Зан әскерін алып мұхитты асып, осы жерге келген. Лондонды естіген Куин миссияға қатысудан бас тартады. Ол еске салады, басқа аман қалғандар тобы Лондонға бармақшы болған. Бірақ 90 адам жоғалып, қалғандары айдағарларды өз баспанасына жетелеп әкелген. Осы сөздер олардың арасында жанжал тудырады. Ван Зан кетіп қалады. Алекс үнсіз Куинге тағы бір себебі бар ма деп сұрайды. Куин мойындайды, еркек айдағар оның анасын өлтірген. Және ол басқа айдағарлардан әлдеқайда үлкен. Кенет Адж араласып, Ван Зан қауымнан адамдар жинап, миссияға еріктілер іздейтінін хабарлайды. Бірнеше адам Лондонға баруға дайын. Қыжыртқан Куин Ван Занға шабуыл жасап, соққы береді. Олардың арасында төбелес басталады. Ван Зан қатты ашуланып, Куинді соққыға жыққанша ұрады. Бірақ америкалық сарбаздар оны тоқтатады. Алекс Куинге аяушылық танытып, жарақатын емдеу үшін йод бөтелкесін береді. Сол уақытта Куиннің адамдарынан тағы бірнеше адам Ван Занды қолдап жатыр. Тіпті Джаред те америкалықтармен бірге кетуге дайындалуда. Куин оны байқап тоқтатпақ болады. Джаредке қамалдың лорд болатынына уәде береді. Ол әрқашан соны армандаған еді. Бірақ Джаред қазір архангел болғысы келетінін айтады. Ван Зан әскермен қамалдан бірнеше адам еркек айдағармен күресуге аттанады. Куин алқаптарға барып қалған дақылдарды жинайды. Кейін Джаред те сол жерге келеді. Ол ақыры америкалықтармен бірге кетпеуге шешім қабылдаған. Өлі айдағардың иісі бүкіл алқапқа тарап кеткен. Куин түсіндіреді, бұл иіс басқа айдағарларды алыста ұстайды. Сол түнде Куин өлі айдағарға жақындап, оның еркек пе, ұрғашы ма екенін тексереді. Айдағардың ұрғашы екенін көріп, Ван Занның сөздеріне сене бастайды. Ван Занның әскері Лондонға жеткенде, олар мүлде талан-тарлаж, қираған қала мен мәйіттерге толы жерде болады. Қорқынышты көрініс бәрін шошытады. Кенеттен қараңғылықтан жалындар жарқырайды. Ван Зан бұйрық береді, жоспарлауға уақыт жоқ, бәрі дайындалсын, дереу шабуыл жасау керек. Кеш түнге ауысады. Айдағарлар енді жақсы көре алады. Адамдар қараңғылықта ештеңе көрмей, соқыр атып жатыр. Секундтар ішінде алып еркек айдағар пайда болып, бүкіл колоннаны жалындадырады. Алекс уайымдап, радиоға жауап жоқ екенін байқайды. Адж олардың шақыруларын естіп, бірдеңе дұрыс болмай қалғанын түсінеді. Алекс шабуыл орнына жеткенде, тек Ван Зан мен бірнеше адам ғана тірі екенін көреді. Ван Зан бір сәт естісін жоғалтқан. Оған айдағар бір соққымен бәрін күйдіріп жібергенін айтады. Қайталап шабуылдаудың қажеті болмаған. Енді Ван Зан Куиннің сөздерін еске түсіріп, қамалдың қауіпті екенін біледі. Куин әлі қамал сыртында, еркек айдағар келіп, хаос тудырып жатыр. Барлығы әр жаққа қаша бастайды. Куин қамалға келгенде ол отқа оранған. Айдағарды күтіп, ұшып кетуін салады да, қатты айғайлап адамдарын іздейді. Джаред келіп, өрт сөндіргішпен өртті сөндіре бастайды. Жақында Креддиді тауып, балаларды жертөлеге түсіруге көмектеседі. Жертөле жеткен соң, Куин басқаларды алып келуге барамын дейді. Бірақ Кредди барамын деп талап етеді. Сол кезде айдағар тағы шабуыл жасайды. Достар тіпті қоштасуға үлгермейді. Кредди өз өмірін қатерге тігеді. Жертөле есігін жауып, жалынның ішке таралуына жол бермейді. Қазір Куин толық үмітін үзген. Достарын құтқаруға қайта барам деп ойлайды. Бірақ тереңнен ештеңе істей алмайтынын біледі. Сонымен бірге балаларға қарауы керек. Олар өзін өзі тыныштандыру үшін дұға қайталауды бастайды. Бірнеше сағаттан кейін Алекс пен Ван Зан қамалға оралып, бәрін жертөледен алып шығады. Ван Зан Куиннің әрқашан дұрыс болғанын мойындайды. Бірақ бәріне қарамастан, ол берілмейді. Ол қирандылардан қалған қаруларды жинайды да, Куиннің қазір күрескісі келетінін естігенде таң қалады. Куин соңғы шайқас уақыты келгеніне сенеді. Олар қорқынышпен өмір сүре алмайды. Қамалға Джаредті жауапты етеді. Куин Ван Зан мен Алексқа жоспарын айтады. Сол кеште үшеуі тікұшақпен өзен бойымен ұшып, Лондонда жүрекке жетеді. Қала толығымен қираған, қазір оны айдағарлар билеп отыр. Алекс алға басу көп өмірді жоғалту дегенді білдіреді деп ойлайды. Бірақ Куин Лондонда өскенін және жер асты туннелдерін жақсы білетінін түсіндіреді.
бұл оларға қауіпсіз қозғалуға көмектеседі. Бір кезде аспанда дүрбелеңге түскен ондаған айдағар айнала бастайды. Үшеуі не болып жатқанын түсіне алмайды, өйткені айдағарлар оларды көрмейді, шабуыл жасамайды. Содан кенеттен еркек айдағар пайда болып, олардың көзінше бір аналық айдағарды жеп қояды. Еркек айдағар соншалық аштықтан өзінің түрлесін жеуді бастаған еді. Бұл көріністі көрген барлық аналық айдағарлар алысқа ұшып кетеді. Шеуіне алға жылжудың тамаша мүмкіндігін береді. Қала туннелдері арқылы өтіп бара. Олар Куиннің анасы Кареннің қаза тапқан Лондон метросы станциясына жетеді. Жоспарлары еркек айдағарды сол жерге шақырып, жарлығыш оқтармен шабуыл жасау. Куин лифтке кіргенде ауыр балалық шақ естеліктері оны мазалайды. Ван Зан оның күйзелісін сезіп, ауырсынуды күшке айналдырып, айдағарды күлге айналдыруға шақырады. Белсенділікпен Куин шайқасқа дайындалады. Ван Зан үшеуін бөлініп, әртүрлі орындарда тұруға нұсқау береді. Бірақ айдағар келген кезде Куин оқтарының жоғалғанын байқайды. Алекс қорқады. Ол аспандағы жаулармен күресуге үйренген, бірақ енді жалғыз жерде, жер бетінде жүйкесі сыр бере. Қорқынын жеңуге тырысып, Алекс айдағарды алаңдатуға жүгіреді, және ол оны қуалай бастайды. Сол кезде Ван Зан оқ атып, бірақ айдағар соңғы секундта бұрылып, отымен оқты жояды. Айдағар жақындап келе жатқанын көрген Ван Зан нағыз жауынгер сияқты әрекет етеді. Ол жыртқышқа секіріп барып, айдағар оны жұтып алады. Ван Зан өлгеннен кейін, Алекс пен Куин бөлінуді тоқтатып, бірге қалуды шешеді. Айдағар сәл жараланған, бірақ тез ауырсынуды ұмытып, жауларын қууды қайта жалғастырады. Кенеттен Алекс жоғалған оқты көреді. Куин оны албатып дайындалады. Уақыт таусылып барады. Сондықтан Алекс айдағарды оқ атып алдауды жалғастырады. Куин оқты жүктеген кезде айдағармен бетпе-бет келеді. Ақыры анасының өліміне кек алу мүмкіндігі туындайды. Айдағар аузын ашады, Куин атуды жасайды. Оқ дәл нысанаға тиеді, айдағар үлкен, жалындаған жарылысқа ұшырайды. Айдағарлар жойыла бастайды. Куин, Алекс және қалған тірі қалғандар радио байланысы арқылы әлемдегі қарсылық топтармен байланысып, жаңа өмір құр бастайды. Сен қалай ойлайсың? Куин Лондоннан ұзақ уақыт бойы қашқанына негізді ме? Әлде тағдырын дереу қабылдауы керек пе еді? Егер сен қамалдағы тұрғындардың бірі болсаң, не таңдар едің? Қауіпсіздікті таңдап, үнемі қорқынышта өмір сүру ме? Әлде қатерге бел буып, қауіпті жою үшін күресу ме? Пікіріңмен бөліс.